Сәлем қыздар, каналға қош келдіңіздер. Каналда арықтау жайлы ақпараттар мен топы рецепттері таба аласыздар. Сол үшін арықтағыңыз келсе, онда каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Егер де қоңыраушаны басатын болсаңыздар, менің салатын видеоларымды сіз үнемі көріп отырасыз, яғни сізге көрінетін болады. Бүгін сіздерге өте қызықты тақырыпты айтқым келіп отыр, яғни емізулі кезде толып кететін, яғни артық салмақты жинап алатын аналар жайлы айтқым келеді. Арықтау марафондарына көп жағдайда 80% қыз-келіншектердің көбісі босанғаннан кейін емізулі кезде толып кеткен аналар жалпы қатысады екен. Бұл статистика бойынша. Неліктен деп ойлайсыздар? Себебі ол кісілер бала еміземін деп, 2 адам үшін тамақтанамын деп, жүкті кезде бір артық салмақ жинап алса, яғни норма бойынша 12, 13, 15 келі салмақ жинау керек болса, ал жүкті кезде жаңағыдай 2 адам үшін тамақтанамын деп 20-25 келі салмақ қосып алатын қыз-келіншектер де бар. Босанғаннан кейін тағы да баланы еміземін деп артық тамақтанып қоюдың әсерінен тағы да жаңағыдай 15-20 келі салмақты қосып алатын аналар бар. Егер де дәл сол аналардың қатарында болсаңыз, онда видеоны соңына дейін қараңыз. Сізге айта кетейін, жалпы дұрыс тамақтану деген ол диета емес. Диета деген ол сіз кез келген бір ауру барысында, яғни біз бір тағамды шектейміз. Мәселен, ота болған адамда жаңағыдай майлы тамақ жеуге болмайды, қуырылған тамақ жеуге болмайды. Сіз тек қана жаңағыдай буға піскен, суға піскен тағамдарды жеу керек деп, біз ол адамды диетаға отырғызамыз. Ал сіз емізулі анасыз, яғни дұрыс тамақтану деген сіз кез келген тағамды мөлшермен, уақытпен жеуге тырысыңыз. Яғни барлық тағамды сіз жей аласыз деген сөз. Дұрыс тамақтану дегенді осылай түсінсеңіз жеткілікті. Емізетін аналар жалпы әр емізген сайын маған тамақтану керек, әр емізген сайын менде сүт болады, яғни сүт керек деп тамақтана беретін болсаңыз, скорее всего, сізде ондай сүт болмайды. Ең бастысы сұйықтыққа назар аударыңыз. Емізу барысында асқазан мен омыраудың, яғни жалпы ешқандай байланысы жоқ. Бізде бұл сүт деген ол гормондар арқылы келеді, яғни біз миымыз тыныққан кезде, ұйқымыз қаныққан кезде, жалпы өзімізді жақсы сезінген кезде, ешқандай стресс, депрессия жоқ кезде, баламызды жақсы көрген кезде, еміреніп жақсы көреміз ғой баламызды емізу барысында. Міне сол кезде бізде гормондар, окситоцин гормондары жақсы бөлінеді де, және бізде сүт жақсы келеді. Енді первородка, яғни бірінші рет босанған аналар болатын болса, үлкендердің жаңағыдай тамақтан, көп тамақ іш деген сөздеріне мән бермеңіз. Ең бастысы ұйқыңыз тыныш және өзіңізді жайлы, жақсы сезінетін болсаңыз, жаңағыдай 5 мезгіл тамақтанатын болсаңыз, сізде онсыз да сүт болады. Керісінше, егер де сіз тәтті, ұнды тағамдарды, ащы тағамдарды жейтін болсаңыз, жаңадан қалыптасып келе жатқан балапаныңыздың асқазан ішектерін құртуыңыз мүмкін. Сол себепті сізге айтар кеңесім, дұрыс тамақтануға тырысыңыз. Жүкті кезде жинап алған артық салмағыңызды емізіп жүрген кезде артық салмақтан арылуға болады. Оған себеп өзімнің нәтижем 3 айдың ішінде минус 22 келгенін салмақ тастадым. Ол тек қана дұрыс тамақтану және қозғалысты көбейту арқылы міне 22 келіге дейін салмақ тастадым. Сізге де айтарым, артық тамақтанып қоймаңыз, жүрек жалғауға барынша пайдалы тамақтармен жүрек жалғасаңыз, сізге бұл пайдасын тигізеді, зиянын тигізбесе. Жалпы тәттілерден, ұнды тағамдардан бас тартыңыз деп айта алмаймын, тек қана мөлшерін азайтып, дұрыс тамақтануға көшсеңіз, сізге сол жеткілікті. Жалпы үй жағдайында да қозғалысты көбейтуге болады, яғни үйде жүріп бір орында тұрып шаг жасау, немесе зумба билерін билеу, немесе кардио жаттығуларды жасау. Міне осылардың барлығы бізге қозғалыс болып есептеледі. Кез келген қозғалыс біздің физикалық белсенділігімізді жоғарылатады. Сол үшін үнемі қозғалыста болуға тырысыңыз. Егер де сіздің босанғаныңызға 2-3 айдан асқан болса қана. Енді босану процесі әр әйелде әртүрлі болады. Егер де қиын жағдайда босанса, ол кісілер мүмкін қозғала алмау мүмкін, яғни қимылдауы қиын болу мүмкін. Сол себепті 2-3 айдан асқан болса, өзіңізді жақсы сезінетін болсаңыз, онда дұрыс тамақтанып және қозғалысыңызды көбейтіп, артық салмақтан арылуға болады. Ең бастысы, бала еміземін деп артық тамақтанып қою
қоюдан сақтаныңыз. Яғни үлкендердің жаңағыдай тамақтан, 2 адам үшін тамақтанасыз деген сөзді мейлінше тыңдамай, тек қана жақсы көңіл күйде, жаман нәрселер ойламай, стрессті, депрессиядан аулақ болып, тек қана жақсы көңіл күймен ұйқыңызды қану арқылы, өзіңізді жақсы сезіну арқылы омырауыңызда сүт көп болады және өзіңізді жақсы сезініп, артық салмақтан арылуыңызға өзіңіз көмектесе аласыз. Жалпы біздің ағзамыз мотор сияқты, Алла тағала бізді солай жаратқан. Яғни біз тамақтанамыз, тамақ бізде өздігінен қорытылады. Яғни бізде тамақ дұрыс қорытылу үшін біз оған көмектесуіміз қажет. Ол үшін дұрыс тамақтанып, қозғалысыңызды көбейту қажет. Емізулі аналар, егер де сіздерге бұл ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Егер де еміземін деп артық тамақтан қойып жүрген аналар болса, онда дәл осы видеоны жіберсеңіз, ол кісіге көмектескен болып саналасыз. Ең бастысы, сіз ең бақытты анасыз. Бала ол бақыт. Яғни баланың болашағы ол сіздің қолыңызда. Балапаныңыз үшін дұрыс тамақтанып, салауатты өмір салтын ұстаныңыз.